Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жалпы артикуляциялық жаттығулар жайлы айтатын боламын. Жалпы артикуляциялық жаттығуларды біз не үшін жасауымыз керек деген сұраққа жауап берсем, артикуляциялық жаттығулар бұл біздің сөйлеу аппараттарымызды дамытуға көмектеседі, ал сөйлеу аппараттары ол біздің дұрыс сөйлеуімізге өз септігін тигізеді. Ал сөйлеу аппараттарының ішіне тіл, ерін, жақ, бұлшық еттеріміз жататын болады. Және де біздің сөйлеу аппараттарымыз негізі кішкентай уақыттан бастап дамиды. Біздің бала күнімізден біз сөйлеу аппараттарымызды дамытпайтын болсақ, онда біз өсе келе дұрыс сөйлей алмаймыз, анық сөйлей алмаймыз, яғни біздің дикциямыз өте нашар болады. Сол себепті де бізге кішкентай уақыттан бастап өзіміздің дикциямызды дамытуға тырысуымыз қажет. Егер де сіздің жасыңыз қазіргі таңда ересек адам болсаңыз да, сіз кез келген уақытта өзіңіздің дикцияңызды жақсарта аласыздар. Бірақтан да егер сіздер бұл әрекетті кішкентай кезден бастайтын болсаңыздар, онда өскен кезде сіз өте анық сөйлей аласыз, және де сіздің дикцияңыз өте тамаша болады. Жалпы біздің осы артикуляциялық жаттығулардың ішіндегі ең маңызды жаттығулар бізде ерінге жасалады, яғни ерін біздің сөйлеуімізге тікелей қатысқандықтан біз оны жаттықтыруымыз қажет. Жалпы ерінге арналған ең бірінші жаттығу ол бізде күлімдеу деп аталады, яғни біз жай ғана күлімдейміз, тісімізді көрсетпей ерінімізді жауып осылай 5 рет немесе 10 секундта күлімдеп тұратын боламыз. Бірінші кезекте ерінді қалыпты жағдайда ұстаймыз, одан кейін 5 секунд күлімдеп тұрамыз, одан кейін жібереміз. Ал одан кейін тағы да 10 секунд күлімдеп тұрып, содан кейін ерінді өз қалпына, яғни жеткіземіз. Бес секунд өтті, 5 секунд өткен кезде ерінді өз қалпына жібердік. Ал келесі кезекте біз 10 секунд күлімдеп тұрамыз. Міне достар, 10 секунд күлімдеп тұрдық. Осы жаттығуды сіздер күнделікті жасасаңыздар болады. 10 секунд жасай алмасаңыздар, тек қана 5 секундтан күлімдеп тұрып, өзіңіздің ерініңізді осылай жиырып, одан кейін өз қалпына түсіресіздер. Осылай сіздер еріндеріңізді жаттықтыра аласыздар. Осы жаттығу бізде түтікше деп аталады. Ол жаттығуда біз ернімізді алдыға қарай созып, түтікше ретінде ұстап тұрамыз. Бұл жаттығуды да 5-10 секундтан ұстап тұрып жасасаңыздар болады. Достар, жалпы бұл жаттығулардың ерекшеліктері, сіздер оларға арнайы уақыт арнаудың қажеті жоқ. Кез келген жерде, автобуста, көлікте болсын, жолда кетіп бара жатырып, кез келген жерде күнделікті 5-10 минут уақытыңызды арнап, осы жаттығуларды жасасаңыздар болады. Біз осы екі жаттығуды күрделендіре түсеміз. Яғни бірінші кезекте сіздер түтікше жасайсыздар, еріндеріңізге 5 секунд, одан кейін 5 секунд күлімдеп тұрасыздар. Яғни ерінді өз қалпына түсірмей, бірінші түтікше, одан кейін күлімдеу, одан кейін қайтадан түтікше, сосын күлімдеуді жаттығуын жасайтын боласыздар. Олай болса, бірге жасап көрейік. Міне осылай достар, сіздер 5 секундтан осы жаттығуды жасасаңыздар болады. Бұл жаттығу сіздердің ерін бұлшықеттеріңізді дамытуға көмектесетін болады. Бүгін осымен біздің артикуляциялық жаттығуларымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.